Спорт жаңалығына кезек берейік. Облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі азаматтар арасында сайыс өткізілді. Тәуелсіздік күні мерекесіне арналған бұл жарысқа Орал қаласындағы Бойтұмар және Ақниет мәдени клубтарының тәрбиеленушілері қатысты. Қалалық мәдени ағарту бірлестігі мұрындық болған кең ауқымдағы сайыс тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Тәуелсіз елім ұлы өлкем деп аталған спорттық байқауға 2 клубтан 26 қатысушы баптар мен бақтары сынға салды. Ұлық мереке қарсаңындағы бұл жарыс спорттың 5 түрінен, атап айтқанда қол күресі, үстел теннисі, арқан тарту, дойбы және шебер қолдар тоқымасы байқауынан тұрды. Басты мақсат мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамдық ортаға бейімдеп, белсенділіктерін арттыру болды. Ерекшелігі 5 турдан тұрады. Жаңағы үй тапсырмасы, және де спорттық ойындар, өзіміздің арқан тартыс, дойбы, шашқымыз бар, үстел теннисіміз бар. Осы тур сайыстардан байқауға түсіп жатыр. Енді бұл байқауға сол клубтың тәрбиеленушілері қатысып жатыр. Сайыс шарты бойынша үй тапсырмасы ретінде тоқылған бұйымдар балалар үйлеріне тегін тарату жоспарда. Ал тоқыма өнімдері кәсіби деңгейде тоқылғаны көрініп ақ тұр. Сәні мен сапасы астасқан киімдер балалар үйі тәрбиеленушілеріне үлкен сый болары анық. Әрине осындай сайыстың болғаны керек. Біздің адамдарымыз, қазіргі мүмкіндігі шектеулі адамдарымыз тасада қалып қойып жатыр ғой. Бүгін осы қуаныштымыз, тәуелсіздік күніне орай осындай үлкен шара оздырып жатқандарына. Сайысқа қатысып белсенділік танытқан Шынар Ізқұлова Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 4-ші курс студенті. Осы жоғарғы оқу орнының дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша оқитын студент осындай жарыстардың әрдайым басы қасында жүреді. Мұндай жарыстар енді жиі болып тұрғаны жақсы. Енді мынандай кездесу енді бірінші рет болып жатыр. Біздерден тек қана бір видтен болады. Енді шашқы болса шашқы, тоғызқұмалақ болса тоғызқұмалақ. Ал мына аралас болған бірінші рет. Енді бізде енді Динар жақсы жиі өткізіп тұр жарыстар. Өзінде мұнда тоғызқұмалақ шашқыдан бірақ араласқа бірінші рет келіп тұрмыз. Осындайға. Бірақ жарысқа қатысқан қатты ұнайды. Жарыс қорытындысында үстел теннисінен Әнес Мадияр, қол күресінен Михаил Гладков, ал дойбыдан Сергей Лушников жеңімпаз атанды. Жүлдегерлерге арнайы диплом және естелік сыйлықтар салтанатты жағдайда табыс етілді. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.